Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары. Гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн белсенді іс-әрекет атты республикалық акцияның негізгі мақсаты гендерлік және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, әйелдерге қатысты құқық бұзушылықтардың жолын кесу, ана мен баланы қорғау, ең бастысы отбасылық құндылықтарды нығайту және халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру. Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері мемлекет басшысы мен Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында. Әрбір азаматқа қатысты физикалық, психологиялық, жыныстық және экономикалық қысым көрсету заңмен қудаланады. Алматы қаласы полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасы тұрмыстық зорлық-зомбылық белгілері тіркелген әр фактіге дер кезінде ден қояды. 25 қараша мен 10 желтоқсаннан аралығында мемлекеттік органдар, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, еріктілер және жұртшылықты тарта отырып, республикалық акция кең көлемде өткізілуде. Іс-шаралар аясында оқу орындарында кездесулер, дәрістер, тренингтер, флешмобтар, еңбек ұжымдарында түсіндіру жұмыстары бойынша іс-шаралар өткізіледі. 111, 150, 102 сенім телефондары көрсетілген 2000-нан астам ақпараттық буклет пен жадынама таратылды. Сенім телефондарына түскен шақырулар бойынша құқықтық кеңес берілді. Психологиялық көмек көрсетілді. Жәбірленушілер дағдарыс орталықтарына орналастырылды. Сонымен бірге тұрмыстық отбасылық қатынасқа байланысты құқықтық көмек алу үшін аудандық сервистік орталықтарында қабылдау жүргізілуде. Акция барысында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа бейім 2000-ға жуық адам тұрғылықты мекен-жайы бойынша тексерілді. Қиын өмірлік жағдайда тап болған отбасыларға қолдау көрсетілді. Нәтижесінде 184 қорғау нұсқамалары шығарылды. Сотта 36 тұлғаға мінез-құлыққа қатысты шектеу шаралары белгіленді. Әкімшілік қамауда отырғандарға профилактикалық әңгімелер жүргізілді. Әрбір тіркелген факт заң және тәртіп қағидаты негізінде қаралады.